Барлықтарыңызға сіздермен бірге бүгін Альберт Йоги жаңа видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз фамамен айналысатын боламыз, ал ендеше үшінші серияға қош келдіңіздер. Алдыңғы серияда біз казинодан өте көп ақша ұтып алған болатынбыз, және де сол ақшаға біз бүгін машина алатын боламыз. Қандай машина екенін сіз алдағы видеода көресіздер. Ал ендеше бастайық. Алдыңғы видеода сіздер өте жақсы актив көрсеттіңіздер, және де осы видеода біз сол активті қайтадан қайталайық. Фамаға мен әлі автопарк істеп жатырмын, әлі прям сервер бойынша үлкен навоз деген жоқпын. Ал мына жерде біз қазір штраф төлесек, потому что бізде 3 теңге штрафты жиналып қалыпты, и чтобы права етпеу үшін сразу осы штраф төлей салайық. Ал мен қазір несие классқа келдім, несие классынан қандай машина алатынымызды қазір көреміз. Осындай аудионы көрдім, 1 миллион 200 мың деді, бірақ мен 1 миллион 100 мыңға торговаться етіп алдым, және де осының ішінде спорт пен дрифт бар екен, өте жақсы баға деп ойлаймын. Тем более бұл жаңадан шыққан машина, тем более фамаға керек болады деген ойдамын. Еще бұл четырехдверный, әртүрлі там атыс-шатыстарға баруға өте зор машина деп ойлаймын. Бұл машинаны біз қазір Сталин центрге барып қызылға бояймыз, и және де тағы бір фарларға стробоскопы қоямыз. Міне предложение келді, 1 миллион 100 мың и купить деген басамызды, қазір соның подтверждениесін күтеміз. Болды және минус 1,1 миллион, және де осы машина енді фамаға кететін болады. Ал біз продавецке удачи деймізді, Сталин центрге барамыз. Достар, наконец-то біз 40 подписчикке жеттік, сіздерге өте алғысын білдіремін. Енді келесі цель бізде 50 подписчик, оған жақын жарда жетеді деп ойлаймыз. Ал біз қазір міне Сталин центрге келдік те, қызылға бояймыз, всего 15 мың. Енді бізге қазір керегі фары, свет дегенге кіреміз, және де осыны стробоскопы дегенді аламызды. Например, давайте тип 3-ті алсайық. Оның ешқандай айырмашылығы жоқ, бәрі бағасы бірдей. Цвет фар дегенге кіреміз де қызыл цветті таңдаймыз, ол 30 мың тұрады екен. Енді болды, осымен машинамыз дайын. Осында қып-қызыл аудио шықты біздің. Біз оказывается дальный цветті қойды ұмытып кетіппіз, сондықтан сол дальный цветті дәл қазір біз қоямыз. Дальный цвет всего лишь 10 мың тұрады екен, ол вообще нормально. Және де өстіп болды, енді до конца машинамыз дайын. Енді тура осы үйдің қасындағы паркингке келеміз, парк деген команданы жазамызды, кар дегенге кіреміз, и затын добавить автосену дегенді басамызды, добавить деген басамызды, и все. Осымен біздің машинамыз дайын. Соның қасында тағы да мен оны 3-ші рангке қояйын деп шештім, потому что ол несие классының автомобилі болса да, ол қазір редкий, және де оны қазір автосал несие классына алу өте қиын деген ойдамын. Және де Mercedes-Benz бізде 1-ші рангта, BMW 2-ші рангта, және де Mazda седанда, кстати, тоже парковать етіп қою керек. Өзіміздің аудиомызды аламыз, ал енді кетіп амуницияға бізге әлі бронежилет алу керек фамаға, әйтпесе бронежилетті бізде дефицит болады. Отзывы бронежилет алдым, ол жетеді деген ойдамын, және мен чатта қарап тұрсаңыз өте көп бронежилет салдым. Енді ары-қарата тағы да жұмыстарымыз бар. СМИ организациясына келдікті неге орналастық, чтобы фама хатымдарды алу үшін, және де өзіміздің объявлениемізді редактировать ету үшін. Бізде патрон 1200 штук қалыпты, ол да өте аз деп ойдамын, и жақында, наверное, келесі серияда біз уже патрон неге алатын боламыз. Қазір, может быть, тағы да повесет деген оймен қайтадан казиноға келдікті, 50 мың ставка қойдық, и 50 мыңды минусовать еттік. 40 мың ставканы қойдым да, енді қазір осы ұтаңыз ұтпаймызды көреміз. И бұл ставканы біз тоже қаттыда минусовать етеміз. 100 мың қайдан пайда болды десеңіздер, мен просто жаңа скин Дед Мороздан сатып жердім да, енді қазір қайттан испытать етіп көреміз. И қайттан минусовать етеміз. Мен білгенмін, что қазір ұтылау өткені алдыңғы серияда біз өте көп ұттық, ал қазір біз көп ұтылып отырмыз. 50 мың ставкамен біз қайттан ұтыламыз. Қалтамызда 0 ақша болғанда біз қазір неға келдімді и жаңағыдай ОПК-ға вступить еттім. Осы видеоның соңына да келдік. Сіздермен болған мен Альберт Йоги, және де осы каналға подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Енді біздің новыдан целіміз ол 50 подписчик. Бәріңе сау.